Функцияның графигі. Функция графиктерін қарапайым түрлендірулер. Егер m нүктесінің абсциссасы функцияның аргументі болса, ал ординатасы аргументінің берілген мәніндегі функцияның мәні болса, жазықтықта m, x, y нүктелерінің жиыны y тең x тен f функциясының графигі деп аталады. Функциялардың жұптығы, тақтығы, периодты функциялар. Егер f функциясының анықталу облысынан алынған кез келген x үшін -x мәні де сол анықталу облысында тиісті болса, мына -x-тен f тең x-тен f теңдігі орындалса, f жұп функция деп аталады. Егер f функциясының анықталу облысынан алынған кез келген x үшін -x мәні сол анықталу облысында тиісті болса, және -x-тен f тең -x-тен f теңдігі орындалса, онда f тақ функция деп аталады. 0-ге тең емес t саны табылып, және f функциясының анықталу облысынан алынған кез келген x үшін x плюс t саны сол анықталу облысына тиісті болса, және теңдігі орындалса, f периоды функция деп аталады. T саны f функциясының периоды деп аталады. Өспелі және кемімелі функциялар. Егер f функциясының анықталу облысынан алынған кез келген x1 кіші x2 үшін x1-ден f кіші x2-ден f теңсіздігі орындалса, y тең x-тен f функциясы өспелі функция деп аталады. Егер f функциясының анықталу облысынан алынған кез келген x1 кіші x2 үшін x1-ден f үлкен x2-ден f теңсіздігі орындалса, y тең x-тен f функциясы кемімелі функция деп аталады. Егер f функциясының анықталу облысынан алынған кез келген x1 кіші x2 үшін x1-ден f кіші немесе тең x2-ден f теңсіздігі орындалса, онда y тең x-тен f функциясы кемімейтін функция деп аталады. Егер f функциясының анықталу облысынан алынған кез келген x1 кіші x2 үшін x1-ден f үлкен немесе тең x2-ден f теңсіздігі орындалса, y тең x-тан f функциясы өспейтін функция деп аталады. Егер x 0 нүктесінің кейбір аймағынан алынған кез келген x үшін теңсіздігі орындалса, x 0 нүктесі функцияның минимумы деп аталады. Егер x 0 нүктесінің кейбір аймағынан алынған кез келген x үшін теңсіздігі орындалса, x 0 нүктесі функцияның максимумы деп аталады.